Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ұмытылып бара жатқан қазақтың ұлттық тағамының бірі бүрме қарын дайындайтын боламыз. Аты айтып тұрғандай, етті қарынның ішінде пісіретін боламыз. Міне өзі видеода көріп тұрғандарыңыздай өте нәзік, жұп-жұмсақ, картошкасының өзі де езілмей керемет болып піседі. Ең алдымен қарынды жақсылап жуып аламыз, иісін кетіріп. Қарынның ішіне салатын етті, қазы, шекті дайындап қойдым. Қарынның ең соңғы ашық жерін осылай жіппен байлап бекітіп тастайтын боламын. Енді қарынға шекті бірінші салатын боламын. Одан кейін қазыны салатын боламын. Енді еттерді саламын. Менде сүйегімен еттер сылып алған жоқпын. Осы сүйекпен салатын боламын. Сорпасына майы шығып, жақсылап, дәмді болып шығу үшін осылай сүйектермен етті салатын боламын. Осылай үлкен етті де салатын боламын. Егер сіздердің қарынның аузы сәл кішкентай болса, кесіп жіберулеріңізге болады. Міне мен осылай салып, барлығын жақсылап дайындап қоям. Етті салып болған соң, міндетті түрде қарынды зубочистканың көмегімен тесіп жіберу керек. Сонда сүйегіміздің, қазымыздың сорпасына майы шығып, жақсы болып піседі. Менде видеода көрсетілмей қалыпты, сондықтан мен айтып жатырмын. Міндетті түрде тесіп жіберіңіздер. Қорықпаңыздар, ішіне ешқандай сорпа кіріп, етіңіз былжырап піспейтін болады. Өте дәмді, керемет болып піседі. Сондықтан қарынды зубочистканың көмегімен тесіп жіберіңіздер. Барлық еттерді қарынға салып болған соң, енді мен ішіне картоп салатын боламын. Маған бешбармақ жеген кезде картоп салған өте ұнайды. Және қорықпаңыздар, картошкамыз езілмейді, өте керемет болып піседі. Сондықтан қорықпай картошка сала беруіңізге болады. Картоптарымызды толық салып біткен соң, міндетті түрде қарынды жақсылап аузын бекітетін боламыз. Мен тағы да жіптің көмегімен бекітетін боламын. Жақсылап байлап, ешқандай су өтпейтіндей қылып байлап бекітетін боламын. Дәл осы кезде зубочистканың көмегімен кішкене қарын бүрмемізді тесіп жіберу керек. Осымен қарын бүрмеміз дайын. Енді жай отқа, қазанға қайнатуға қойып қоямыз. Міне қайнап жатыр. Қайнаған кезде осында көбіктер шығады. Міндетті түрде алып тастап отырамыз көбіктерін. Бұнда ең жақсысы көбік көп шықпайды екен, соны мен байқадым.
осымен бүрме қарын тағамымыз дайын. Бұл жерде менде шамамен 3 сағат қайнады. Міне, ішін ашып жақсылап көрсетейін. Өте дәмді енді. Иісінің өзі қандай тамаша. Қазақтың тағамы жылқының етіне ештеңке жетпейді ғой. Өте керемет болып пісті. Сорпамызға қамырды салып пісіріп алдым. Міне осылай болып піседі. Ас болсын, жасап көріңіздер.